Сәлем достар, мен бүгін iPlus офисіне келдім. Балам 11 класста оқиды, ЕНТ-ға дайындалып жатыр. Соның договорын продлевать етуге. Саламатсыз ба? Кешірім өтінем. Мен Дастанның договорын толтыруға келген едім ғой. Кімнің? Дастанның. Дастан? Иә. Фамилиясын айта аласыз ба? Аманқос. Бесайбакс. Шымкент қаласында орналасқан iPlus білім беру орталығы бірнеше корпусы бар. Бұл корпус Шаяхметова 39 деген жерде орналасқан. Бұл корпуста 5 және 6 сынып оқушыларын НИШ, РФМШ, КТЛ сияқты мектептерге дайындайды. Жаңа сіздер рецепшнге келген қызды естідіңіздер. Ол өзінің ручкасы болмаған соң, менеджерден келіп ручка сұрады. Менеджер оған 5 айбакс деп айтты. Айбакс дегеніміз ол не? Айбакс деген ол iPlus-тың өзінің валютасы. Ол валютаны әрбір белсенді болған оқушыларға бағаның орнына беріледі. Және де оны жинап осы витринаның ішінде тұрған заттардың барлығын алуға болады. Өте керемет мүмкіндік деп мен есептеймін. Сабақ оқуға, сабақтың үстінде белсенді болуға және де үй жұмыстарын орындап келуге бұл айбакстар өте жақсы мотивация. Ал ЕНТ-ға дайындалатын iPlus білім беру орталығының корпусы Шымкент қаласы Желтоқсан көшесі 35 деген адресте орналасқан. Екі переговорный зал. Артында көріп тұрсыздар ма, сіздерге көрініп тұр ма, жоқ па? Мамасы мен баласы келіп отыр екен. Бұлар НИШ-қа дайындық жүргізеді және ЕНТ-ға дайындық жүргізеді. НИШ, РФМШ, КТЛ-ге. Ал мен баламды былтыр 10 сыныпта бергенмін ЕНТ-ға дайындыққа, 1 жыл оқыды. Енді мына 2 жылға договор составить етіп, соның оплатасын жасап кетуге келдім. Мына жақта қалаға көріңіз. iPlus-тың барлық корпустарында осындай кулер сумен бірге тұрады. Балдарға оңай. Керек кездерінде өздерінің бутылкаларына толтырып алады, немесе пластиковый стаканчикпен ішіп алады. Балама саған су керек болып қалады, алып кетсе десем, жоқ, бізде ол жақта кулер бар деп айтады. Мен договорға қол қоймастан бұрын осы залда Үміт деген менеджермен ұзақ сөйлестім. Мені мазалаған сұрақтардың барлығына ол өте білімді қылып жауап берді. Осы договор бойынша менің балам 2026 жылдың 30 май айына дейін осы iPlus білім беру орталығында білім алады, және де бұл ұжым полный ЕНТ-ға дейінгі сопровождениені жүргізіп отырады. Мен баламның таңдауы биология мен химия. 5 күн дүйсенбіден жұмаға дейін биология мен химияны күніге оқиды 1 сағаттан, ал суббота күні математикалық сауаттылық пен тарих 1,5 сағаттан болады. Одан бөлек iPlus білім беру орталығы ай сайын ЕНТ-ның пробный тесттерін алып отырады. iPlus деген приложение бар, сол приложенияда мен күнделікті баламның сабақта болған белсенділігін және үй жұмыстың қалай орындағанын барлығын көріп отыра аламын. Олар сол отчеттардың барлығын күнделікті толтырып отырады. 2026 жылғы түлектердің барлығына грант иегері болуына тілектеспін. Балаларымыздың барлығы тек қана биіктерден көрініп жүре берсін. Ал міне мен договорға қол қойдым. Мен баламның оқуы, білімі шыңдала берсін.
грант иегері атансын осы i+ ұжымының көмегімен. Договорды осындай i+ деген фирменный папкаға салып берді, және де менің балама Welcome Book деген ENT-ға дайындыққа блокнот сыйға берді. Достар, осымен менің бүгінгі видеом бітті. Келесі мен видеоларында кездескенше сау болып тұрыңыздар. Менің видеома лайк басып, коммент қалдырып қолдап кетіңіздер.